Иә, өте дұрыс дейді. Рахмет, қымбат ханым, Алла разы болсын. Бетке негізі маскалар жасаймын. Бетке айран жағуға болады, жұмыртқаның сарысын жағуға болады. Иә, үйде домашний условиях өзіңізге солай күтім жасасаңыз болады. Кремдер жағамын. Енді кішкене күтім керек қой, қарау керек қой әйел адамдар өздеріне, иә. Өздеріңізді қарамай тастап жүрмеңіздер, құрметті ханымдар. Алда 8 март келе жатқан мерекелеріңізбен өздеріңізге күтім жасап қараңыздар. Сол кезде ухоженный, әдем болып жүресіз. Сосын сіздің күйеуіңіз сізге комплимент айта бастайды, басқаша қарай бастайды, иә. Қабылдай алмаймын, эмоция шығармаймын. Жаным сол, қымбат ханым. Енді сіз өзіңізге өзіңіз зиян тигізіп жатсыз ғой денсаулығыңызға. Сол үшін эмоцияны, сезімді көркем түрде жеткізу керек. Жақсы ма? Қабылдай алмаймын дегеннің ар жағында кішкене тәкаппарлық бар. Менікіндей болу керек, неге мен айтқан болмайды деген шарт қою бар. Сол нәрселерді кішкене өзіңізбен жұмыс жасап, нәпсіңізді тәрбиелесеңіз,